Egov.kz порталы арқылы тіркелген мекен-жайы, яғни тұрғылықты жер бойынша мәліметтерді қалай алуға болады. Қызметті пайдалану үшін азаматтарға бөліміне өтіңіз. Көлік және коммуникациялар бөлімін таңдаңыз. Коммуникациялар бөлімін үшінші тұлғалардың анықтамаларды алу сервисі қызметін таңдаңыз. ЖСН енгізіп, сұрау салғыңыз келетін ақпаратты көрсетіңіз және сұрау салу батырмасын басыңыз. Сұрау салу келісім алу үшін азаматтың ұялы нөміріне жіберіледі. Келісімді азамат 2 сағат ішінде растау қажет. Сұрау салғаннан кейін азаматтың ұялы телефонына рұқсат сұрау туралы хабарлама келеді және азамат өз келісімін беруі қажет. Азамат ақпаратты ұсынуға келісім бергеннен кейін мәртебені жаңартып, ақпаратпен танысыңыз.